Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Видео басталмастан бұрын арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Енді комментарий, лайк басқанда, комментарий жазғанда, енді видеоның соңында видео ұнап жатса, лайк басасыздар. И видеодан қандай әсер алдыңыз, соны комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздердің лайктарыңыз, сіздердің комментарияларыңыз, сіздердің каналға тіркелгендеріңіз біздерге шабыт береді видео сүруге. Біздер де сіздерге көбірек видео сүруге тырысамыз. Бүгінгі видео тауықтарымыздың жұмыртқасын қалай көбейтеміз. Ол енді домашний тауық болсын, адлер болсын, австралоп болсын, брама болсын, дакан болсын, кез келген тауықтың жұмыртқасын қалай көбейтеміз. Бүгінгі видео сол туралы болмақ. Сіздерге соны айта кетейін. Және де тауықтарымыз жұмыртқаны жеп қойып жатыр дейтін сұрақтар да келіп жатыр екен. Кальций жетіспегендіктен жұмыртқа жеп қояды. Соның барлығын не істейміз, қалай істейміз, соның барлығын сіздерге айтатын боламын. Ал жайлап кеттік, сіздерге қандай витамин беру керек барлығын көрсетейін. Ең бірінші тауықтарыңыздың жемін дұрыстайсыздар. Жұмыртқа не үшін тумайды мысалы. Мен бүгін бидай емес, куриный раци, міне кішкене даусыма мән беріңіздер, тамағым ауырып тұр. Міне мынандай куриный раци алдым. Міне. И мен тауықтарға осыны берем, куриный раци берем. Бүгін кибек алдым. Кибек. Кибекті не үшін алдым? Сіздерге видеоға сүру үшін алдым. Сіздерге соны көрсетем. Так, мен куриный рацты, мына қаймақтың шелегі ғой. Осыны 14 тауықта 2 атеш жүр мұнда. Осыларға осының 2 шелегін шашам. 8 тауыққа 1 шелегін шашам. И 9 тауыққа 1 шелегін шашам осының. Солай шашып жүрмін, да? Енді сіздер қалай жасайсыздар? Сіздерге соны көрсетіп кетейін. Мінекей. Мысалы, мен айттым сіздер, кебекті сіздер үшін алдым дедім ғой. Міне, мынаның ішінде, мына жемнің ішінде 3 қаймақтың шелегі куриный раци бар. 3 қаймақтың шелегі кебек бар. Сол үшеуін 6 болды ма, 6 шелек болды. Сол үшеуін суға езіп аласыздар. Мен мына суға құйып келгенмін үйден. Тағы да су құйып езетін болам. Мынаны полный езіп араластырасыздар. Араластырып жатқанда мына несушка дейтін бар. Здравор несушка. Менің тауықтарым туып тұр, бірақ осыны сіздерге видео сүру үшін алған болатын көпшіліктің сұрауымен. Мына здравор несушка дейтін, осыны скриншот жасап түсіріп алыңыздар. Ол өте пайдалы нәрсе. Тауықтарыңыздың жұмыртқа тууына көмектеседі. Так, міне тауыққа 1 грамм, үйрекке 2 грамм, қаз бен индюкке 3 грамм, перепела буденеге 0,2 грамм бересіздер. Оны мен қазір мына шайнектің ішіне салып қойған болатын, міне тұр. Міне шайнектің ішіне салып қойдым. Осылай. Енді мынадан менде мысалы так, атешті есептемеймін, тауықты есептеймін. Так, анда 14 тауық, мұнда 8 тауық, 7 тауық, барлығын 1-1 граммнан осының ішіне салам. Мен мынаны салып қойдым жалпы. Барлығын салып, сіздерге просто видео ретінде көрсетіп жатырмын. Қазір мен барлығын анандай несейтін болсам, видео ұзақ болып кетеді, сол себепті сіздерге түсіндіріп жатырмын. Түсінбесеңіздер комментарияға жазып сұраңыздар. Так, содан кейін тауық жұмыртқаны жеп қояды деп жатыр ғой. Тауықтарыңыз жұмыртқаны жеп қойса, міне ракушка морская дейтін бар. Осыны тауықтарыңызға мынандай ыдыс болады. Менде ашылғаны бар. Міне мынаны қазір былай бересіздер. Осылай қораға келесіздер. Мынандай баклажкадан ыдыс дайындап қоясыздар. Және де осының ішіне саласыздар. Міне. Өзіне ona кальций жетіспей жүрген тауықтар осылай өздері шұқып жейтін болады. Міне. Кальций қайсысында аз, өздері шұқып жейді. Нағыз енді бұлайда жемей жатыр дейтін болсаңыздар, енді көп айтады ғой. Беріп атым, Райымбек жемей тұр, тауықтар жемейді, бірақ жұмыртқасы жұқа шығады, жеп қоя береді дейтін болсаңыздар, пожалуйста, осылай жемге араластырып беріңіздер. Бұны да өзінің граммдары бар, міне
Міне. Так, для куры цицарка 5-6 грамм бересіздер бір тауыққа. Осыны жемге араластырып берсеңіздер болады. Жалпы негізінде манағыдай ыдыстарға арнайы салып қойсаңыздар өздеріңізге жақсы болады. Потому что ол дейтін 24/7 ыдысқа салынып тұрғаннан кейін керек тауықтар өздері жейді. Нағыз енді ондай ракушка жоқ, ондай жоқ десеңіздер, онда айнек, уақтас бар, сондайлардың барлығын уатып берсеңіздер болады. Сосын темірді қыздырып берсеңіздер болады. Темірді қыздырасыздар, темір қатты қызады, соны суға саласыздар. Суға саласыңыздар да сол суды тауықтарға бересіздер. Тауықтар ол суды ішеді. И тауықтардың кальцийі болады, темір жетіспесе темірлер жетісіп, солай тауықтар жақсарып кетеді. Енді манаған несушка здоровты бір апта бересіздер. Бір апта бересі, бір аптаның ішінде сіздерге жұмыртқасын беріп, жұмыртқаны көбейтіп алғаннан кейін бір апта демалтасыздар, бір апта бермейсіздер. Бір аптаға мана беріп жүрген несушка не бар ғой, куриный рац болсын, бидай болсын, не болсын, соның өзін бересіздер. Бір апта несушка здравормен араластырып бересіздер, суға езіп. Бір апта құр өзін бересіздер. Содан кейін бір апта қайтада несушка здраворды бересіздер. Мана жұмыртқа туады тауықтың, бірақ соны бересіздер, қайталайсыздар. И соны 2 апта қайталайсыздар. Енді бір ай ғой, бір ай сөйтіп бересіздер. 2 ай несушка здравовты қосасыздар. Бір айда 2 апта несушка здраворды қосасыз, 2 апта былай бересіз. И дальше больше арғаратай өзіңіздің манағы несушка здраворды қоспаяқ бере берсеңіз болады. Жалпы енді көп айтады ғой, қандай жем берген дұрыс деп. Жалпы бидайға үйреткен дұрыс тауықтарда. Нағыз енді бидайда берем, тумайды, анау-мынау жататын болсаңыздар, онда куриный рац дейтін бар. Бүкіл жем бар ішінде. Бидай бар, ячмень бар, кукуруз бар, шемешкі бар, тары бар. Тарының 2 түрі бар, шемешкінің 2 түрі бар. Короче, бүкіл жем бар ішінде. Соның барлығын өздері соның ішінен керектігін жейді. Мысалы, жерге шашыңыз, сосын тауықтарды қараңыз, ішінен қай жемді теріп жейтін. И соңында басында ананы беріп жүргенде тойып жүреді, тауықтар уже бидайлар желінбейді. Тары, шемешкі, кукуруздар желінеді де, бидай, ячмендер вообще желінбейді. Сосын ячменді бермеңіздер тауыққа. Ячменді тауыққа берсеңіздер, тауықтарыңыз семіріп кетеді. Сосын көзі көрмеушіліктерге апарады. Оданша бидай беріңіз. Енді ячменді до конца бермеу, арасында беріп тұрған болады ол. Бірақ анандай күнде бере бермеңіздер деп атқам ғой. Енді жалпы куриный рацты берсеңіздер өзіңіздерге жақсы да. Жем анаден битем деп арламайсыз. Және куриный рацты бергенде тауықтарыңыз мынандай үлкен жұмыртқа туады. Ол үлкен жұмыртқаның ішінде 2 сары шығады. 2 сары шыққаннан кейін сіздер оны тек қана жейсіздер. Оны 2 сарыдан балапандар шықпайды. Мысалы, менде бар ана брамалар 2 жұмыртқа туады, ішіне 2 сары шығады. Оны мен инкубаторға салалмадым. Оларды жеуге алып қалдым да қалған жұмыртқаларды бердім. Солай енді достар, видео ұнаса тағы да айтам, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Қалай шықты видеоларым, сіздерге пайдалы ақпарат бергенім өте қуаныштымын. Пайдасы тиіп жатса, енді ол Аллахтың арқасы деп біліңіздер. Мен просто сіздерге соның барлығын айтып түсіндіріп себепшімін. Барлығы жоғарыда Аллахтың бұйрығымен келіп жатқан нәрселер. Сол себепті мен каналымды қолдап кетіңіздер. Сіздерге көп-көп рахмет. Осындай 1-2 күннің ішінде осындай нәтижеге менің видеоларымның просмотрларын, лайктарын, подписчиктерін осындай жерге жеткізіп тастап жатсыздар. Барлықтарыңыз Алла тағала разы болсын. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.